Сәлеметсіздер ме? Арнама қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Бүгін мен сіздерге DID бағдарламасын таныстыратын боламын. DID бағдарламасы арқылы кез келген суретті сөйлетуге және жандандыруға болады. Оны презентация қорғағанда қолдансаңыздар, ол кез келген адам үшін өте қызықты. Алдымен Google Chromeға DID жазып алып кіретін боламыз. Міндетті түрде тіркеліп алу керексіздер. Міне осындай бет ашылды. Авторизация батырмасын басып тіркелеміз. Ол жерде сіздер өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен тіркелесіздер. Міне мен алдын ала ол сайтқа кіріп тұрмын, бағдарламаны қолданғанмын, сондықтан менің аккаунтым бірден шығып тұр. Сіздерге 20 рет тегін жасанды интеллект жасауға рұқсат беріледі, ал кейін оны сатып алуға тура келеді. Алдымен жасанды интеллектті жасау үшін оң жақтағы создать видео батырмасын басамыз. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, көптеген суреттер көріп тұрсыздар, яғни осыларды жасанды интеллектке айналдырамыз. Ол үшін біз добавлять батырмасын басып, өзіміздің суретімізді қойып алсақ болады. Мына жерге қарасаңыздар, аудио жасауға болады, және сөздерді жазып қойып сөйлетсеңіздер болады. Тілді міндетті түрде қазақ тіліне ауыстырып алу керексіздер. Енді алдымен осы жерге өзіміздің суретімізді жүктеп алуымыз қажет болады. Ол үшін добавлять батырмасын басамыз. Суретті алдын ала дайындап алсаңыздар болады. Мысалы, менің осы бір суретім бар екен, соны қоя салайын. Міне жүктеліп жатыр. Шамалы уақыт күтесіздер. Жүктеліп болғанынша. Өте қызықты бағдарлама, үйреніп алуға кеңес беремін. Сурет жүктелуде. Кез келген слайдтарыңызды, мысалы видео ролик жасасаңыздар, бұл өте керекті бағдарлама деп ойлаймын. Міне біздің суретіміз жүктелі. Енді видите текст деп тұр. Міне осы жерге аудио қылып жазсаңыздар да болады. Міне скрипт деп тұр. Біз жазу жазатын боламыз. Қазір сіздермен сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі ашық сабағымызды бастаймыз деп осылай сөз қояйық. Мына жерде Дәулет және Айгүл деп тұр. Дәулет деген ұл баланың есімі, Айгүл деген қыз балаға берілетін есім. Міне жерде тілін көріп тұрсыздар ғой. Міндетті түрде қазақ тіліне ауыстырып алыңыздар. Енді создать видео батырмасын басамыз. Міне видео жүктеліп жатыр. Генерировать батырмасын басып, видеоны қарайтын боламыз. Міне біздің видеомыз дайын болуда. Видеомыз дайын. Енді видеоны ашып көруімізге болады. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі ашық сабағымызды бастаймыз. Видеомыз осылай дайын болды. Скачать батырмасын басу арқылы сіз оны өзіңізге жүктеп алсаңыз болады. Міне загрузка болды. Видеомыз жүктелді. Оны кез келген WhatsApp-қа жіберсеңіз болады, Facebook, Twitterге жіберсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.